Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгін біз сендермен жер бетінде тіршіліктің қалыптасу кезеңдері тақырыбын өтеміз. Сабақтың негізгі оқу мақсаты жер бетінде тіршіліктің қалыптасу кезеңдерін сипаттау. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз жерде тіршіліктің қалыптасу кезеңдері. Әр заман ұзақтығымен сол заманда пайда болған тіршілік иелері және процестер түрлерімен танысқыларың келе ме? Ендеше алға, сендерді жаңа білім мен қызықты тапсырмалар күтіп тұр. Сәттілік! Жер тарихының шежіресі. Жер тарихы заманға, заман кезеңге, кезең дәуірге, дәуір ғасырларға бөлінеді. Геохронологиялық шкала дегеніміз не? Бұл жер қыртысын құрайтын тау жыныстарының уақыт тәртібімен түзілу реті, жасы туралы ілім. Ғалымдар ұсынған геохронологиялық шкала 5 заманнан тұрады. Архей, протерозой, палеозой, мезозой және кайнозой замандары. Бізде бірінші заман архей заманының негізгі ерекшелігі бұл шамамен 1 миллиард жылға созылған, тірі ағзалар алуан түрлі емес, негізінен бір жасушалы прокариоттардан тұрады. Тірі ағзалардың өсу, көбею, тұқым қуалаушылық қасиеттері ғана пайда бола бастады. Архейде пайда болған процестерге келетін болсақ, фотосинтез, гликолиз, ашу және тыныс алу процестері. Біздегі екінші заман протерозой заманы негізгі ерекшелігі бұл 2 миллиард жылдан артық уақытқа созылған ең ұзақ эра. Алдымен бактериялар мен эукариоттар пайда болды. Өсімдіктерден тек балдырлар пайда болды. Жануарлардан омыртқасыздардың барлық типтері түзіле бастады. Протерозой заманындағы маңызды құбылыстар. Озон қалқаны қалыптасты, тіршілік құрлыққа шықты. Біз өткен сабақтардан білеміз, алғашқы тіршілік бізде суда пайда болған. Протерозой заманында тіршілік құрлыққа шыға бастады. Біздегі үшінші заман палеозой заманы. Мұнда тас көмір, мұнай мен табиғи газ қоры қалыптасты. Алып қырықжапырақтылар тас көмір шоғырын, ал жерде тереңде орналасқан көл экожүйесі мұнай шоғырын түзе бастады. Палеозой заманы 6 кезеңнен тұрады. Кембрий, ордовик, силур, девон, тас көмір және перм. Мұнда ашық тұқымдылардың үстемдік етуі, алғашқы ормандар, ұшатын бунақ денелілер, жорғалаушылардың пайда болуы, он аяқтылар мен жақ сүйексіз омыртқалардың пайда болу заманы. Палеозой заманында дамыған өсімдіктерге келетін болсақ, мүктер, құлауындар, қырықбуындар, қырықжапырақтылар, яғни қазіргі кездегі жоғары сатыдағы шөптесін өсімдіктер палеозой заманында ағаш текті биік өсімдіктер болып өскен. Палеозой заманында дамыған жануарлар өрмекші тәрізділер, балықтар, бунақ денелілер, қос мекенділер және жорғалаушылар. Бізде мезозой заманы динозаврлар заманы деп аталады. Оның ерекшелігі климат құрғақ, бірақ жылы болып келді, құстар пайда болды, жабық тұқымдылар дамыды және мезозойдың негізгі ерекшелігі мұнда динозаврлар пайда болғандықтан тарихта динозаврлар заманы деп аталды. Мезозой заманы 3 кезеңге бөлінеді: триас, юра, бор. Мұнда жабық тұқымды өсімдіктер, бауыру мен жорғалаушылар, құрлықта жорғалаушылардың жоғарғы типі динозаврлар, қырықбуынды қырықжапырақтардың пайда болуымен ерекшеленеді. Кайнозой заманының ерекшелігі. Кайнозой заманында тіршілік заманауи түрге ие болды, мұз басу жүрді, гүлді өсімдіктер мен бунақ денелілер басымдылық көрсетті. Кайнозой заманы палеоген, неоген және 4-ші немесе антропоген кезеңдеріне бөлінді. Бұл кезеңдерде палеогенде құстар мен сүтқоректілер пайда болды, неогенде қазіргі флора мен фауна пайда болды және 4-ші кезең немесе антропогенде адамның пайда болу кезеңі қалыптасты. Жоғарыда көрсетілген мәліметтер бойынша біз сендермен 2 тапсырманы орындаймыз. Бірінші тапсырма «я» немесе «жоқ» деп аталады. Мұнда 7 сұрақ берілген. Осы 7 сұрақтың тұсына «я» немесе «жоқ» әріптерін белгілеп шығамыз. Яғни бірінші сұрақ бізде архей, алғашқы тіршілік заманы.
Екінші сұрақ. Архей заманында ауада оттек болмаған, көмірқышқыл газы көп болады. Үшінші сұрақ. Алғаш пайда болған ағзалар автотрофтылар. Төртінші сұрақ. Көкжасыл балдырлар мен бактериялар архейде тіршілік етті. Бесінші сұрақ. Архей заманы протерозой заманына ұласты. Алтыншы сұрақ. Мезозойда маймылдар пайда болды. Жетінші сұрақ. Сүтқоректілер протерозойда тіршілік етті. Жоғарыда көрсетілген мағлұматтарға сүйене отырып, өз бетімізше осы тапсырмаларды орындайық. Тапсырмаларды орындап болсақ, онда тапсырмалардың жауабына көшейік. Бірінші сұрақта иә, екінші сұрақ иә, үшінші сұрақта дұрыс, төртінші сұрақ иә, бесінші сұрақ иә және алтыншы, жетінші сұрақ бізде жоқ деп жауап бердік деп ойлаймын барлығымыз. Екінші тапсырма бізде сиқырлы құбыр деп аталады. Яғни сиқырлы құбыр тапсырмасы бізде 3 сурет берілген. Осы 3 суреттің қай заманда бастап дамығанын анықтаймыз. Мысалы, бірінші сурет берілген өсімдік қай заманнан бастап дамыды. Сиқырлы құбыр арқылы көрейік. Я, дұрыс айтасыңдар. Бірінші өсімдік бізде палеозой заманынан бастап дами бастады. Екінші сұрақ. Берілген жануар қай заманда басым болды? Бұл берілген жануарда бізде ерекше заманға ат қойылған. Я, қазір жауабы сиқырлы құбырдан шығады. Дұрыс айтасыңдар. Мезозой кезеңі бізде динозаврлар заманы деп те аталған. Және соңғы тапсырма бізде берілген жануарлар қай заманда басым болды. Яғни мұяқта бізде мамонттар, пілдер, немесе сүтқоректілердің басым көпшілігі берілген бұл суретте. Бұлар бізде қай заманда басым болды? Қанекей көрейік. Дұрыс айтасыңдар, бізде бұл кайнозой заманында басым болған екен. Өте тамаша, барлықтарын тура осылай дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Сабақтың соңында сауалнама түріндегі рефлексияны тапсырып көрейік. Яғни бүгінгі сабақта мен білдім, түсіндім, үйрендім. Сабақ кезінде ең жақсы өткені, негізгі қиындықтар менде болды, менде өзгерістер пайда болды. Яғни осы тапсырмаларды төменде берілген комментарийға жазып кетсеңіздер болады.